Қайтыс болып қайта туған бала. Мына дүниенің тылсым сырларын танып білу мүмкін емес. Адам сенгісіз оқиғаларды естисің де ойланасың. Голландияның Қыратты өлкесіндегі бір елді мекеннің тұрғындары осындай оқиғаға куә болған. Оқиға былай өрбиді. Сол ауылда туып өскен 3 жасар бала жасына қарамай өте зерек, үлкендерше әңгіме айтып, өз ойын толық жеткізеді екен. Алайда оның бұрынғы өмірі жайлы айтқан әңгімелері ата-анасын ойландырған. Ол өзінің бұрынғы өмірі жайлы толық білетін болып шыққан. Сондай-ақ ол өзінің бұрынғы өмірінде қалай қайтыс болғанда айтып берген. Бала үнемі бас ауыратынын, бұрынғы өмірінде өзін біреудің басынан балтамен шауып өлтіргені жайлы көп айтқан. Алғашында ата-анасы оның сөзіне мән бермеген. Бірақ оның айтқандары дәлелді көрінген соң ата-анасы бұл жайды ауылдастарымен бөліскен. Осы өлкені мекен еткен друз халықтарының өкілдері баланың айтқандарына сенетінін жеткізген. Өйткені друз халқында адам өлген соң оның жаны басқа денеге өтіп қайта туады деген сенім бар екен. Олар баланың басындағы туа біткен қызыл жолақтың тегін еместігін айтқан. Бала да бұрынғы өмірінде басына балтаның дәл сол тұстан тигенін айтқан. Баланың айтқандарына анық көз жеткізу үшін ауыл ақсақалдары баланың бұрын осында тұрған деп көрсеткен көрші ауылға барады. Көрші ауылға барғанда бала қай үйде тұрғанын нақты көрсеткен. Және бұрынғы өмірінде аты кім болғанын да дәл айтқан. Ауыл тұрғындары сол үйде ондай адамның тұрғанын растаған. Айтуларынша ол адам 4 жыл бұрын із-түссіз жоғалып кеткен екен. Сондай-ақ бала өзін өлтірген адамның атын атап, оның қай үйде тұратынын көрсетіп берген. Көрсеткен үйге барғанда бала үй иесіне "Сенің мені қалай өлтіргенің есімде" деген. Содан кейін бала мүрденің көмілген жерін көрсеткен. Ол жер таспен бастырылып тасталған екен. Сол жерді тастан тазартып қазғанда адам мүрдесінің қалдықтары табылған. Тексеру барысында дененің 4 жыл бұрын жоғалып кеткен сол ауылдың тұрғынына тиесілі екені және ол бас сүйек жарақатынан қайтыс болғаны анықталған. Бұл тартпас дәлелдерден кейін қылмыскер қылмысын мойындауға мәжбүр болған. Сол күннен бастап баланың бас ауруы сап тыйылған екен. Көптеген ғалымдар бұл оқиға адам қайтыс болған соң оның жаны басқа денеге өтетінінің бір дәлелі дейді. Бұл оқиға неміс дәрігерінің "Қайта өмірге келген балалар" атты атышулы кітабына арқау болған. Мақала орыс тілінен аударылған.